тірлік мына алысқа бармайды. Мына қоғам іріп шіріген, тынған. Мынаған көзгеріс керек. Жоғарыға бір ден сау, мен депутаттыққа неге ұсынып жатырмын? Сұлтанмахмұт Торайғыров 27 жыл жасаған, сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, қалай күн ашылмақ дейді. Ана жерге қазіргі таңда ден сау, салиқалы сөйлейтін білімді азаматтар мұқтаж. Біздің ауадай қажет, біздің қоғамға, жоғарыға әсіресе. Бетімен тынған кеше көрдіңіз ғой, алысқа бармай-ақ лифтінің ішінде екі еркектің сүйісіп жатқаны. Сол ауыл шаруашылық министрлігіндегі істейтін жігіттер, дөкейдің балдары. Бұл барлық жерде алдыңнан ассалаумағалейкум деп осындай не қазақша білмейді. Қайсы мемлекетте өмір сүріп жатқанын өздері білмейді. Тынған, болған тәртіп керек. Іліспек аға, мына қоғамда бұл сіз сияқты дені сау адамдар билікке келіп, мына жер жөндемесек, бітті шаруа. Бітіп тұр. Қазақ қоғамы шаруасы бітіп тұр. Бар қай саланы алмасын. Білім саласын ал. Білім ғылым академиясы Мұрат Жұрынов ағамыз отыр. Бір адам бармайды. Баяғыда құжынап атқан академиктердің біреуі жоқ. Қоғамдық ұйым болып қалған. Білім саласы нөл. Ғылым саласына мына Гумилев университетінде мен сізге айтайын, мен сол жерде істеп жүрмін ғой. Ғылым саласындағы жаңағы диссертация қорғап, плагиат бір-бірінен көшеді. Ғылым жоқ, нөл. Завод, фабрика нөл. Шикізат сатады шетелге, оның өзінде де через Ресей арқылы. Ғылым нөл, спортың түрі нөл, бөлмейді. Музыканың түрі анау, депутаттардың түрі анау, сенатор енді кеше Бибігүл Жексенбайдан басқа бірде-бір сенатор танымаймыз. Ешкім танымайтын адамдар тағайындайды. Кеше 90 жылғы балдарды министр қылып тағайындады. Одан үлкен 45-50-дегі жігіттер аналарға бағынады, өйткені министр қылды. Ол 20-30-ға енді келген балдарды министр қылмау керек. Сол секілді кешегі жаңа Шынқуат аға дұрыс айтады. Бір ауыз қазақша білмейтін Руслан Жақсылықов деген қорғаныс министрі. Сөйтіп ізін қарасаң, мына жерге тағып алған медальдарын қарасаң, Қазақстанның бірде-бір медалі жоқ. Ресейден алған. Ресей жіберіп отыр, оны тағайындап, қорғаныс министрі. Қазақ айтады, сенген қойын сен болсаң, күйсеген бұрайын дейді. Біз сеніп жүрген қорғаныс министрінің түрі анау болса, қазақтың мұның мұңдап жоғын жоқтамайды. Қазақ десе қабырғасы қайыспайды, қазақ десе ішкенасы жерін қоймайды. Одан бізге бір тиын пайдасы жоқ. Енді түсіп атқан кезде шалғайынан тағып, ойбай сен депутат боламайсың, пәлен деген адамдарға бағана пост жазып жіберді Фейсбукта. Ол деген сөз біздің қазақта сөз бар ғой. Ел болатын жігіттері бірін-бірі батыр дейді, ел болмайтын жігіттер бір-бірін қатын дейді демекші. Біз бір-біріміз демеуіміз керек, қолтығынан демеп, көтеріп, бір-бірімізді асқақтап, мерей үстем болады сонда. Әйтпесе мына қоғам шаруасы бітіп тұр.